7 класс физикасынан блоктың пайдалы есеп коэффициентін табу есебін шығарып көрейік. Есептің берілгені мынадай. Жылжымайтын және жылжымалы блоктар арқылы массасы 18 кг жүкті 5 метр биіктікке көтеру үшін жіптің ұшынан 100 ньютон күшпен 10 метр ұзындыққа тарттық. Осы блоктар жүйесінің пайдалы есеп коэффициенті қандай? Берілгендерін бір бағанға жазып алайық. Жүктің массасы М 18 кг, жүктің көтерілу биіктігі H 5 метр, жіптің ұшынан тартқан кезде L 10 метрге тартылған, және F тең 100 ньютон күшпен тартқанбыз. G еркін сөйлеуі 10 метр секунд квадратқа тең. Это блоктың пайдалы есеп коэффициенті. Есепті шешуден бұрын осы тақырыпқа тиісті теорияны кішкене қайталап еске түсірейік. Қажетті формулаларды жазып алайық. Бірінші, жүкті көтеру үшін істелетін пайдалы жұмыстың формуласы. А пайдалы ол жүкті көтерген кездегі жүктің пайда болатын потенциалдық энергиясына тең. Ол mg(h)ға тең. Екіншіден, жүкті көтеру үшін істелген барлық жұмыс, оны А деп белгілейік. Бұл жұмысты жүкті көтеретін F күші істейді. F күші істейтін жұмыс, ол сол күштің шамасын тартылған жүктің ұзындығына көбейткенге тең. Яғни A, F көбейту L-ға тең. Ал енді ең қажеттісі ол пайдалы есеп коэффициентінің формуласы. Это тең, ол пайдалы жұмыстың барлық жұмысқа қатынасын 100%-ға көбейткенге тең болады. Сонда біз блоктар жүйесінің пайдалы есеп коэффициентін процентпен табатын боламыз. Міне осы формулалардың арқасында біз берілген блоктар жүйесінің пайдалы есеп коэффициентін есептеп табуымызға болады. Ал онда шешімге кірісейік. Есептің шешуі это тең, жұмыстардың орнына формулаларын қояйық. mg(h)ты FL-ға бөлеміз және 100%-ға көбейтеміз. Енді сан мәндерін қойып есептеуімізге болады. Масса 18, G 10, H 5, F 100, L 10 және 100-ге көбейтеміз. 100 мен 100-ді қысқарта салайық. 10 мен 10-ды қысқарта салайық. 90%. Болды. Міне есептің жауабы. Берілген блоктар жүйесінің пайдалы есеп коэффициенті 90%-ке тең екен.